Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін үнді мантысын дайындаймыз, немесе жаппасай деп атайды. Ең алдымен қамырын илейміз. Жылы суға бір сұйық май құямыз, бір ас қасық сұйық май. Содан кейін жарты шай қасық тұз. Осыны араластырамыз. Ұнымыздың үстіне бір жұмыртқаны жарамыз. Содан кейін бағанағы сұйықтықты құйып қамыр илейміз. Қамырды тындыру үшін бетін жауып қойып қоямыз. Ең алдымен қыздырылған сұйық майда етті қуырамыз. Ет, пияз, сәбіз, картоп барлығын 4-5 минуттан қуырамыз. Сарымсақты теркадан өткізіп қосамыз. Дәміне қарай тұз себеміз. Енді осының үстіне 2 ас қасық толтырып томатный паста саламыз. Содан кейін жақсылап араластырып, үстіне су құямыз. Қақпағын жауып 30 минут орташа немесе баяу отта пісіреміз. Демалған қамырды жаямыз, бірақ қатты жұқа болмау керек. Қамырға май жағамыз. Енді қамырды осылай шетінен конверт сияқты жауып бөліктерге бөлеміз. Енді қамырды осы начинканың бетіне қатарлап қойып шығамыз. Содан кейін қақпағын жауып, тағы да 25 минут баяу отта пісіреміз. Сонымен біздің тамағымыз дайын болады. Дайын болған қамырды осылай тарелканың шетіне айналдырып қойып шығамыз. Ортасына начинканы саламыз. Өте дәмді, тойымды тамақ болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарияға бұл тағамды қалай атайтындарыңызды жазып кетіңіздер және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.